Кааб ибн Ашраф деген кісі еврейлердің Бани Надир руына нағашылар болып келеді. Бұл өте шешен ақын кісі болады. Байлығы көп, арабтардың әйелдерінен ананы алады, мынаны алады. Сондай жағдайда жүретін адам ғой. Тіл деген енді мұсылмандарға қарсы өмір сүріп жатқан тіл. Сөйтіп бұл Құрайыштарға Меккеге барып, сол жақта Бадыр шайқасы туралы олардың естеріне түсіріп, құдыққа тасталған дөкейлерін сол жерде біраз жырлап, Құрайышты бір қоздырып кетеді. Сол заманда ақындардың күллісі Алла Тағаладан басқа нәрсенің жолын іздеген. Мединаға келеді, мұсылмандардың әйелдеріне, пайғамбарымыздың әйелдеріне тіл тигізіп өлеңдер шығарады. Оны иудейлер жаттап айтып қояды базарда. Ақындық деген нәрсе ақпараттық соғыстың түрі. Информационный война дейді ғой. Ол қайта-қайта айтыла берсе жаман жағдай. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасында Кааб ибн Малик, Абдулла ибн Рауаха, Хассан ибн Сәбит деген үш ақыны болады. Ақынға атаға тараптан өз қабілет беріледі. Ол оның қабілетін дамытпайсың. Дамытатын нәрсе тек қана ақында оның санасын Құдаймен байлау керек болды. Құранның мына таза аяттарымен байласаң, қылыштан да күшті болады оның сөзі. Оған дәлел ретінде Хассан ибн Сәбитке айтады: жауап берсеңдер шанаған қарсы дейді пайғамбарымыз. Хассан ибн Сәбит өлең жолдарымен Кааб ибн Ашрафты біраз жерге дейін апарады енді. Кааб ибн Ашраф қай үйге барып қонаққа барса, жаңағы жерде жаңағы өлеңдер сол айтылады. Ана адамдар өздері қуып шығады ғой оны. Мына екі нәрсені түсініп алайық. Әрбір адамды жаратқан кезде Алла Тағала қасында ешқашан ажырамайтын жыны бар және періштесі бар. Хассан ибн Сәбит сөйлеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: Аллахума айидху би рухил қудс ва Жибрилу маака дейді. Сенмен бірге Жибрил дейді. Хассан, сөйле, сенің сөздерің анау қаулап ұшқан садақтың оқтарынан да күшті тиеді дейді оларға. Сонда ана адамда көмектесіп тұратын нәрсесі бар, періште мәселесі. Ақын Алланыкі болса, Алла Тағала солай қуаттап көмектеседі. Егер де ақын Алланыкі болмаса, шахауаттікі болса, құмарлықтікі болса, онда Алла Тағала жәрдемсіз қалдырады да, жәрдемсіз қалдыру деген сөз шайтан келеді деген сөз. Жібереді ол да біраз нәрсені. Кааб ибн Ашрафта сол нәрсе болып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында осы шақын болған. Тілдерін пайдаланған кәдімгідей. Бұлардың тілімен де біраз нәрсе жапырылған. Мынандай бір аяттар бар. Ақындар туралы аят айтылады. Уаш-шуарау яттабихумул ғаун. Ақындар оларға азғындар ереді дейді. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун. Көрмейсің бе ол ақындарды дейді. Сол заманның жаңағы надандық жолындағы ақындарды көрмейсің бе? Әрбір сайда неше түрлі нәрсені сөйлеп жүр ғой дейді, көпіріп. Сондай олар істемейтін нәрселерін сөйлей береді дейді көбіне. Өлеңдегідей емес дейді негізі асылы. Осы кезде Хассан ибн Сәбит, Кааб ибн Малик, Абдулла ибн Рауаха үшеуі бастарын салбыратып пайғамбарымыз алдына келеді. Аллахтың елшісі, Алла Тағала түсіретін аятын түсірді, бітті қой енді деп. Сонда пайғамбарымыз оларға қарайды да: расымен де мұсылман адам жаугершілік заманда қылышымен қалай жихад қылса, ол сондай-ақ тілімен де жихад қылушы ғой дейді. Сендердің тілдерің бөлек дейді да, сол жерде аяттың жалғасы түседі. Илләлләзина аману. Яғни ақындар азғындар еді, иман келтірген ақындарды айтпағанда дейді. Және салих амалдарын істегендер, Алланы көп еске алатындар, көп сөздерінің қай өлегіне қарамасаң Құдай сүйетін амал тұрады. Яғни Құранға қуат беріп, Құранға көмектесіп сөйлейтін адамдар ғой. Ал енді анау әділетсіздер жақында көреді немен аяқталатынын дейді. Ғасма бинт Маруан деген әйел кісі болады, тілімен енді біраз нәрсені шағатына. Одан кейін Абу Афак деген кісі болады, өте көп зиян тигізеді. Кааб ибн Ашраф. Осы үшеуі мұсылман үмбетін әрдайым қаралап атады. Қашан қарасаң не әйеліне тиісіп атады, не еркегіне тиісіп атады. Алла Тағаланың білімінде бұлар ешқашан емделмейді, иманға келмейді, болғалы тұрған адамдар. Сондықтан Алла Тағаладан тапсырма беріліп, пайғамбарымыз мемлекеттің басшысы ретінде осы үшеуі өлім жазасын кесіледі. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.